Sizdin atыңızды, atаңыздың аты аталып, азыр Аллахтың алдында баланчының уылы баланчының тұтқан розасы қабыл болсын деп жазылып атады. Баланчының уылы баланчының оқыған хатмы Құр'аны, тилаваттары, берген қайырымдылықтары, оқыған намаздары деп атыңыз атаңыздың аты менен қоша жазылып атады Аллахтың алдына. Ошол Аллахтың алдына атаңыздың аты, өзіңіздің атыңыз қошылып жазылған ысымдарды ифтар дастарханында жаман, адал емес, же арам адал екендігі күмөн болған тиштем уртамдар менен өчіріп албаң бай болғыр. Айтайын дегенім ушул. Кабыл болойын деп жатқан орозоңузду өчіріп албаң. Жазылған ысымыңызды Аллахтың алдынан өчіріп албаң, сүйікті бір туған. Келin, ыйык Рамазан айы сабақ берген, тақуалық деген сабақта ең мықты ба алды деген нам менен Аллахтың алдына жазылып қалың. Орозоңуз кабыл болсын, сүйікті бір туған. Сабақты бөлішкенді еш қачан ұнытпаң, башқа біреулерге дағы жеткіргенге жардам берің.